Петропавлда әлемді жаратқан Аллах тағаланың жердегі үйі ашылды. 4 мұнаралы айшықты сәулеті келіскен жаңа мешіт 20 ықшам ауданында бой түседі. Айта кеткен жөн, алдымен құрылысқа 1,4 гектар жер бөлінді. Бүгінде ғимараттың аумағы 3000 шаршы метрге дейін жетіп отыр. Сән салтанатты жарасқан ғибадатхананың салтанатты ашылуына облыс әкімі Құмар Ақсақалов пен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораз қатысты. Мешітімізде сол бірлігіміздің, тұтастығымыздың нәтижесі көп болып көтеріп, бүгін дін ордасын ашайын деп отырмыз. Мешіт ол руханият пен имандылықтың ордасы. Мешітке кез келген адам жақсылыққа жақын болайыншы деп сауапты көтеру үшін келеді. 2014 жылы мешітті ашуға арнайы қор құрылып, діни ғимараттың жобасы мақұлданды. Міне енді облыс атқамінерлері мен жамағаттан түскен қаражатқа 4 жылдың ішінде киелі нысан қолданысқа беріліп отыр. Алланың үйінің салынуына баршаңыз атсалыстыңыздар. Баршаңыз үлес қостыңыздар. Мешітіміз құтты, қайырлы, берекелі болсын. Мешіт классикалық ислам үлгісі мен дәстүрлі қазақ орнаменті және декоративті элементтер қосындысы ретінде құрастырылған. 4 симметриялық көп қырлы мұнаралардың биіктігі 42 метрді құрайды. Мешіт 2 қабаттан тұрады. Енді жаңа михрабты алсақ, ол жаңа Меккаға бұрылған. Екінші бағанда безендіргенде бұны бәрін сырттан асыл таспен, асыл тас травертин деген. Травертин деген өте жақсы тас. Түсі, білесі, түсі өте жақсы, өте әдемі түс. И бұлай қарағанда мешіт бір идеямен істеген, сырты іші өте әдемі болып шықты. Салтанатты шарада жаңа мешіттің бас имамы да таныстырылды. Ол Қасымхан Қажы Исаев. Бұған дейін Қызылжар орталық мешіттің наиб имамы болған. Құдайдың жердегі үйіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы сыйға қасиетті Құран кәрім кітабы мен киелі сүрені табыстады. Бұл күні мешіттің есігі айқара ашылып, қалалықтар алғашқы намазға да қатыса алды. Айта кеткен жөн, сән салтанаты жарасқан діни орын өз сұлулығымен көз тартады. Жаңа ғибадатхананың айналасына көп көңіл бөлінген. Субұрқақ пен жасыл желектілер тұрғындардың сүйікті мекеніне айналары хақ.